Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай қып-қызыл әрі өте дәмді болып шығатын нағыз борщтың жасау жолымен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, менің рецептім бойынша дайындап көріңіздер. Өте дәмді әрі осындай қып-қызыл болып шығады. Ендеше дайындап бастайық. Салқын суға сүйегі бар етімізді салып, сорпамыз қайнағанша қазанымыздың қақпағын жауып қоямыз. Сорпамыз қайнай бастаған кезде міндетті түрде көбігін алуды ұмытпаңыздар. Ең әуелі көкөністерімізді турап дайындап алайық. Қып-қызыл борщ жасау үшін негізінен біздің қызылшамызда балғын, яғни свежий болу керек. Егер тұрып қалған қызылша болса, біздің борщымыз қызыл болып шықпайды. Және мен 3-4 дана қосамын, себебі мендегі қызылша кішкентай. Егер сізде орташа болса 2 дана қоссаңыз болады. Және де 40 қабатты дәл видеодағыдай ұсақтап соломка етіп турап аламын. Және бізге бір бас сарымсақ қажет, пияз, картоп, сәбіз қажет болады. Қазір осылардың барлығын турап дайындап алатын боламын. Ең әуелі картоптарды бірнеше бөлікке бөліп, кішірек 4 бұрышты етіп турап дайындап қоямын. Әрі қарай пиязды да өте жіңішке етіп турап аламын, дәл видеодағыдай. Және де сәбізді үккіштен өткізгенді жақсы көремін. Сарымсақтарды да өте ұсақ етіп тураймыз. Сарымсақ неғұрлым көптеу болса, соғұрлым борщыңызда дәмі өте ерекше болып шығады. Қызылшамызды да кішірек 4 бұрышты етіп турап аламыз. Негізі борщымыздың қызыл болуы осы қызылшаға байланысты. Свежий болса, борщыңызда қып-қызыл болып шығады. Және де аз болып қалмау керек. Өзіңіздің дайындайын деп жатқан борщыңыздың көлеміне қарай қызылшаны да көбірек қосқаныңыз дұрыс болады. Шамамен менің етім сорпада 1,5-2 сағаттай қайнап пісіп болды. Сорпадан етті ажыратып алдым. Және осы сорпаға жаңағы соломка етіп туралған 40 қабатымды саламын, картоптарды саламын. Және де пияз бен сәбізді де салып, араластырып, оттың қызуын жоғарылатамын. Шамамен орташа отқа да қойсаңыздар болады. Өздеріңіздің пештеріңіздің ыңғайына қарай шамамен 25 минуттай бұқтырып пісіремін. Борщты пештің екінші бетінің қызуына ауыстырып қойдым. Енді майға сарымсағымыз бен қызылшамызды салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Сұйық майда ең әуелі сарымсақты сәл қызартып қуырамыз. Әрі қарай барлық қызылшамызды салып, осы майда сарымсақпен бірге жақсылап бір 10 минуттай тоқтатпай араластыра отырып қуыратын боламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, мен қызылшаны өте көп қосамын. Кейбір кісілер аз қосып жібереді де, неге менің борщым қызармайды дейді. Негізінен осы қызылшаның көп болуына әрі қуырылуына байланысты борщтың қызыл болуы. Жаңағы 25 минуттай пісіп қалған біздің көкөністеріміздің үстіне осы қызылшамыз бен сарымсағымызды қуырып саламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш, дәмдеуіштер қосып араластырып, борщымыздың бетін жауып, толықтай піскенше бұқтырып, осы пештің өзінің қызуына қойып қоямыз, астын сөндіріп. Мінекей менің борщым дайын болды. Пештің өзінің қызуында шамамен 15-20 минуттай бұғып тұрды. Еті де, көкөністері де өте жұп-жұмсақ болып піскен. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай борщымда қып-қызыл болып шықты. Және де дәмі де өте ерекше. Міндетті түрде менің рецептім бойынша дайындап көріңіздер. Және достар, қазақша контентті қолдап, каналым ұнаса, видеоларым ұнаса лайк басып, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта басқа да түрлі видео рецепттермен сіздерді қуантатын боламын. Ас болсын!